Әрине қауіпті. Салафизмнен. Мадхализм салафизмнің ішінде бағанағыда әдемі витринасы бар, бірақ кейбір елдерде қан төгіп жүрген ағым. Мысалға Ливияда халифа Хафтар деген не бар, басшы бар. Кезінде Ливияда азаматтық соғыс бастаған кезде ол мүлдем Ливияда емес еді, ол шетелде еді. Бірақ бір геосаяси күштердің ықпалымен ол кісі Ливияға келтіріледі, және сол мадхалиттер соған қол береді, баят етеді, және сол елдегі кісілерге қарсы соғысады. Тіпті кейбір ислам ғалымдарын да өлтіріп кетеді. Мысалға Надир, қалай еді аты? Надир деген ғалым болған Ливияда. Соны өлтіріп кеткен. Тура сол секілді геосаяси заказға сәйкес бұл кісілер нелерін ауыстыра береді, ұстанымдарын. Негізгі бірақ көп сөздері: біз президентті жақсы көреміз, біз МВД-ні жақсы көреміз, біз органдарды өте жақсы көреміз. Ширма деген өте сәтті пайдаланады сол ширманы. Көрдіңіз бе? Бірақ елге келгенде іштен ірітеді. Бір, елдің салт дәстүрін жоққа шығарады. Бұл міндетті түрде елдің салт дәстүрі бұл ширк, бидғат, адасушылық деп бір шиеленіс сызығын сызады. Жоққа шығарады. Елдің тарихы оны да жоққа шығарады. Елдің ғұламалары оларды да жоққа шығарады. Енді бұл кісілердің шамалы көзқарастары біздің қоғамға бейімделмеген. Әрине кейін кезде тақия киіп жүр бұлардың бәрі. Кезінде тақия да кимеген. Тақия дұрыс емес. Бірақ кейін шейхтері бұл зинет, тақия деген әдемі киім. Ал Құранда болса хузу зинатакум инда кулли масжид деген аят бар. Қазір бәрі тақия киген. Бұрын тақияны да жоққа шығарады. Бұл бидғат, бұл дұрыс емес, бұл қандай тақия бұл деп көп сын айтатын еді, көрдіңіз бе? Сол үшін бұл өте сондай, мына ислам әлемінде сайқал жамағат деп есептеледі.